Тарықпай өмір сүру үшін ең төменгі айлық кемі 300 мың теңге болуы керек. Бұлай болмаған жағдайда кедейлердің санын одан бетер арттырамыз дейді бүгін 2 жылдық бюджетті талқылаған депутаттар. Депутаттар мен жауапты министрлік өкілдері төменгі жалақыны өсіру тетіктеріне қатысты ортақ мәмілеге келе алмай 3 сағат бойы талқылады. Депутат Ринат Заитовтың пікірінше, елімізде бекітілген ең төменгі жалақы 85 мың теңге түкке де жетпейді. Табыс өсті деп бүркімізді аспанға атқанмен айлығы шайлығына жетпей отырған отбасылар көп. Күнделікті қажеттіліктерді санап шыққан мәжілісмен халықтың орташа табысы мен қымбатшылық жайлы ресми статистика шындыққа сай келмейді деп қаржы және еңбек вице-министрлерінің бетіне басты. Есепке алмаған шығындарымыз дәрі-дәрмек, дәрумендер, киім, канцеляриялық құралдар, ойыншық, демалыс, ойын-сауық, үй жиһаз, техника, азық-түліктен сиыр еті, қой еті, жылқы еті дегенді мүлдем жемейді, жеміс-жидек дегенді мүлдем жемейді, сары май дегенді мүлдем жемейді, балық дегенді мүлдем жемейді, шампунь, су сабынды мүлдем қолданбайды. Енді сіздердің министрліктеріңізге үлкен сұрақ: осы отбасы қалай күн көреді?